Ұзақ жылдар бойы күні-түні еңбектеніп, бейнетінің зейнетін көрмекті мақсат тұтқандар кейде маңдайы тасқа соғылғандай болып жатады. Еңбек өтілі дұрыс есептелмей, аз-маз зейнетақыны місе тұтатындар да жоқ емес. Дегенмен әділет қашанда салтанат құрары хақ. Сот арқылы еңбек еткен жылдарын дәлелдеп, өзіне тиесілі зейнетақысын көбейтіп алып жатқандар баршылық. Тіпті шетелде жұмыс істегендер де өз еңбек өтілін дәлелдей алады. Ол үшін қажетті құжаттарды ұсынса болғаны. Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Жамбыл облысында зейнеткер Қытайда 13 жыл жұмыс істегенін сот арқылы дәлелдеп шықты. Зейнетақысын көтеру үшін оған еңбек өтілі фактісін анықтау қажет болды. Ол Қытайдағы жұмыс тәжірибесін сот арқылы дәлелдеді. Оқиға Жамбыл облысы Шу ауданында болған. Сотта хабарланғандай, зейнетақы тағайындау және еңбек өтілін анықтау кезінде зейнетақы тағайындаушы уәкілетті орган әжейдің Қытай Халық Республикасы, Гансу провинциясы, Ақсай Қазақ автономиялық префектурасының Цзюцюань қаласында шопан болып еңбек еткен өтілін есепке алмаған. Өтініш беруші онда 1981 жылдан бастап 1994 жылға дейін жұмыс істеген. Нәтижесінде қазақстандық әйел бұл фактіні заңды түрде анықтау үшін сотқа жүгінген. Ол өз сөздерін Қытайдың Гансу аймағының Дунхуан нотариалдық кеңсесі берген куәлікпен растап шықты. Зейнеткердің ұсынған барлық құжаттары заңды. Сондықтан да сот заңды шешім шығарды. Сот зейнеткердің жағына шығып, оның зейнетақы төлемін көбейту үшін еңбек өтілін растады. Соттың шешімі заңды күшіне енді. Осылайша әділеттілік салтанат құрды. Сондықтан да қандай да бір әділетсіздік орын алған жағдайда сотқа жүгініп, қажетті құжаттарды ұсыну қажет. Ең бастысы, зейнеткерлікке шықпас бұрын барлық құжаттарды жинап, ертерек қамданған дұрыс. Өйткені кейде жеке басты куәландыратын құжаттарда әріп қатесі болса да, бұл көптеген қиындықтарға тап болуы әбден мүмкін. Сондықтан да зейнетке шықпас бұрын қажетті органнан арнайы кеңес алып, керекті құжаттарды жинап, алдын ала дайындалған дұрыс. Сонда өзіңіздің уақытыңызды үнемдеп, әділетсіздікке ұрынбайсыз.